Қазан бетінде бүтін татарлар үшін біздің тарихи башқалабыз. Біз Қазан енді біздің үшін бүтін дүние татарлар үшін біздің туған жеріміз, туған еліміз. Әр кіші туған жеріне, туған еліне қашандар қайтасы келе. Қашандар біздің бабаларыбыз бұл жерлерде yaşagan. Ondan енді Урал тауларына кеткендер шоқындыру саясатында білен келішелмеше, имұршы татарлар бұласы келмеше, Урал тауларына, біләбе ерлеріне бек матур көркем тауларында, орманлар ішінде жерлер алып, шында ұйышып, матур yaşап кеткендер, бек матур шәһәр болып, татар гимназиябыз бар, мәчетләребез бар, мәдрәсәләребез бар, матур итеп күркәм итеп яшибез, Аллаһка шөкер. Кире торган ишек белән. Пристроим. Надо подземный ход ставим. Универсиада алдыннан Миниханов Рустам Нурғалиұлы президентіміздің мұнда шушы татар бистесінде йөргәннәрен көріп, біз иқтибарлаған едік енді. Бұл биналарны сату болыр деп, шуннан да мына Азатлык радиосында андай информация үзді. Шундай сату болачак деген интернетта сайт там көрдік. Мына биналар сатуға куела деп. Шуна башыл нидә аукционда катнашып, ошо бинаны алуга ирештик инде, Аллага шөкер. Бүгінгі күнде шындықта татарлар сақланып қалды. Татарстанда һәм Башқұртстанда қалған жердегі татарлар, енді алар тілләрін жоғалтқандар, қатнаш никахлар, балалары ұрыслашқан, семья қызлары бүтән шет милләт халқында кеуде, олар шундан келен алалар, шулай тұрып, біздің татарлар бүгінгі күнде Башқұртстанда һәм Татарстанда қалған жерде алар жоқ, алар бітуге бара, һәм саясат бүтіні бара, өші милләтлеріні бір қазанда қайнатып, алардан ендейдір Русия халқы, орыс тілі, орыс динлі етіп ясарға деген саясат бар аша, мәктеплер бітірілі, милли мәктеплер һәм барсыда. Бұл саясат Россия бойынша бара, Аллаға шүкір, енді Татарстанда көпмедір әлі әйтік динімізде, тілімізде милли рухлы халқымыз бар, Башқұртстанда шындырақ хәл. Өкірі бізге бірге болырға керек, бірден болырға керек. Жоқ бәләкей проблемалардан көтеріп, екі республика арасында қаршылық болыру керек мәстір деп ойлаймын. Екі заманда біздің халықлар бір туған болып yaşaганнар, шул бір туғанлық болса, біз күшлі боламыз, бірден болсақ, біз бірдемдікте күшіміз. Шуңа көре менің фикерім шул, татарларға, башқұртларға бірден болып, тілләріміз бір, диніміз бір, жырмағымыз бір, мәдениетіміз бір, біздің арада нендейдір проблемалар, низахлар бұларға мүмкін түгіл деп ойлаймын мен, һәм кім аны тудырып бері, ол Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisine karşı kile Müslüman karşı kılıç götürürken alarının ikisi de Müslümanlardan bulmaz, Müslümanlardan ütmez diyen.